Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүн өтөтүн сабагыбыз 90 сабак курулума күрдүүлүүрөөк теңдүүлдөр. Сен курулума күрдүүлүүрөөк теңдүүлдөрдү шешүүдү үйрөнесиң. Биринчи эсепти теңдүүлдөрдү оку жана салыштыр. Улардын окшоштугу эмнеде, айырмачылыгы эмнеде? X косулган 8 тең 27 және X косулган жакшаң ичинде 11 азайтуу 3 тең 27. Бул эки теңдөөдүн окшоштугу мәні бірдей 27-ге тең. Айырмашылығы бірінші теңдеу қарапайым теңдеу, екінші теңдеу күрделірек теңдеу. Екінші есепке баратын болсақ, екінші есептің астында x қосылған жакшаң ішінде 100 азайту 57 тең 91 теңдеуін шешу үлгісіне қара. Бірінші белгісіз компонентті ата. Белгісіз компонентіміз бұл жерде x. Екінші санды өрнектің мәнін тап. Санды өрнектің мәні бұл жерде 91-ге тең болып тұр. Үшінші амалдың белгісіз компонентін тап. Бұл жерде белгісіз компоненті бізде 48-ге тең болып тұр. Енді теңдеудің шешуін жаз және тексер. Яғни x-тің орнына 48-ді қойып, теңдеудің шешуін жазамыз. Теңдеудің шешімі 91-ге тең. Яғни 1 тең 91. Теңдіктің оң жағы да сол жағына бір-біріне тең болып тұр. Демек, теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Екінші есептің әсінде теңдеулерді екінші тапсырмадағы алгоритм бойынша шеш. Жакшаң ішінде 96 азайту 18. Азайту x тең 29. Жакшаң ішін орындаймыз бірінші. Жакшаң ішінде 78 азайту x тең 29. X тау үшін 78-ден 29 аламыз. X-тің мәні 49-ға тең. 49 санын X-тің орнына қойып, теңдеуімізді тексереміз. Теңдеуіміздің мәні 29-да тең 29 болып тұр. Теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Келесі есепте 5 қосылған X тең 100 азайту 93. Бұл жерде теңдіктің оң жағын шығарып аламыз бірінші. 5 қосылған X тең 7-ге тең болады. Енді барып біз x-тің мәнін табамыз. X тең 7, мынаяқта 5 таңбасы керісінше азайту болып түседі. 7-тен 5-ті аламыз. X-тің мәні 2-ге тең болады. 2-ні x-тің орнына қойып, теңдеуді тексереміз. Теңдеудің сол жағында 7 шығып тұр, теңдеудің оң жағында да 7 шығып тұр. Демек, теңдеуіміз дұрыс. Үшінші есепке баратын болсақ, x азайту жакшаң ішінде 84 азайту 55 тең 36. Бірінші жакшаң ішін орындаймыз. X азайту 29 тең 36. X-тің мәнін табатын болсақ, 36 қосылған 29. X-тің мәні 65-ге тең, X-тің орнына 65-ті қойып, теңдеуді тексереміз. Теңдеудің сол жағы 36-ға тең болады, оң жағы да 36-ға тең, демек теңдеуіміз дұрыс. Келесі есебімізде дәл осындай, бұл жерде де бірінші теңдеудің оң жағын есептеп аламыз. Содан кейін барып белгісіз компонентті табамыз. Белгісіз компонент тапқаннан кейін белгісіз санның мәнін сол белгісіз яғни x-тің орнына қойып шығарамыз. Теңдіктің оң жағы мен сол жағы тең, демек теңдеуіміз дұрыс. Түсініксіз шығар деп ойлаймын балалар. Келесі үшінші есеп. Теңдеулер құр және оларды шеш. Астында белгісіз сан, яғни белгісіз сан дегенімізді кез келген латын кіші әріптермен белгілей берсек болады. 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. Енді шығарып көрейік. Белгісіз санды бұл жерде x деп алдық. 4-тің көбейтіндісі дейді, x-ті 4-ке көбейтеміз, тең 28. Енді бұл жерде белгісіз санды табу үшін 28-ді 4-ке бөлеміз. Яғни теңдіктің сол жағында көбейту болса, оң жағына ауысқанда кері таңбаға өзгереді. Мысалы, көбейту болса, біз бөлу болып аламыз. 28 4-ке бөлсек, белгісіз компоненттің мәні 7-ге тең. 7 көбейту 4 тең 28-ге тең. Келесі әз есепте белгісіз сан 45-тен 5 есе кем. Яғни 5 есе кем дегеніміз бұл жерде бөлу болады. Белгісіз санды біз бұл жерде y деп алдық. 45-тен 5 есе кем болса, 45-ті 5-ке бөлеміз. Яғни y-тің мәні 9-ға тең. 9 тең 45 бөлінген 5 деп алсақ болады. Төртінші есепте былай дейді. Теңдіктер құр
Белгісіз сан 5 пен 6 сандардың көбейтісінен артық. Бұл жерде егерде бізде артық кем деп айтатын болса, бізде теңдеу емес, теңсіздік жүреді. Теңдеуде біз теңдік белгісін қолданатын болсақ, теңсіздікте үлкен немесе кіші деген белгіні қолданамыз. Ол былай жазылады екен, балалар. 4-ші есептің астында белгісіз санды А деп алдық. Белгісіз сан 5 пен 6 сандардың көбейтісінен артық. Яғни көп болмаса үлкен деу керек. Артық деп те айтылады, үлкен деп те айтылады. Сонда А үлкен 5 көбейту 6-дан. А сонда 30-дан үлкен деген сөз. Әсінде 9 мен 3 сандарының бөлінісі белгісіз саннан кем, яғни кіші деген сөз. 9 мен 3 сандарының бөлінісі, яғни 9-ды 3-ке бөлгендегі мәні белгісіз саннан кем. Яғни бұл жерде белгісіз санымыз үлкен болып тұр. 9-ды 3-ке бөлсек, кіші x-тан болып жазылады. Түсінікті шығар, балалар, иә? Келесі, 5-ші есепке баратын болсақ, кестелерді толтыр. Бұл жерде кестеміз 2 кесте берілген екен, көбейткіштермен және бөлінгіштер. Көбейткіш пен 2 көбейткіш бар, енді көбейтіннің мәні неге тең? Бөлінгіш, бөлгіш, бөліненің мәні неге тең? Осы кестені толтырамыз. Ал кеттік, толтырайық. Бұл жерде балалар ескертіп кететінім, белгісіз сан бар бұл жерде. Белгісіз санның мәні берілмеген. Демек, белгісіз санның орнына латын әріптерін қоя береміз. Мысалға, бірінші кестенің біріншісінде көбейтіннің мәні А көбейту 7 болады. Екіншісінде 6 көбейту Б болады. Үшінші А көбейту Б болады. Келесі кестеге көшейік. Бөліненің мәні бұл жерде бөлінді деп тұр, яғни саны 5-ке бөлеміз. Келесіде 18-ді с-ға бөлеміз. Келесіде А-ны с-ға бөлеміз. Түсінікті балалар, иә? 6-ші есепке баратын болсақ, x-тің мәні 0-ға тең теңдеулерді көшіріп жаз. Яғни осы теңдеулерді шешу арқылы біз x-тің мәні 0-ға тең болса, сол теңдеулерді біз көшіріп жазамыз. Енді бұл жерде біз 0-ға тең теңдеулерді мен 3 теңдеуді бірақ алдым. Бірінші теңдеуде x қосылған 26 тең 26. Ал енді 0-ға тең бе екен, соны тексеріп көрейік. X тау үшін бұл жерде 26-ны 26-ға азайтамыз. Алдында айтқандай, теңдіктің сол жағында қосу таңбасы болатын болса, теңдік тау үшін оң жағына ауысқанда азайту таңбасына ауысады. 26-дан 26-ны алатын болсақ, яғни x-ның мәні 0-ға тең деген сөз. Келесіде 4 азайту x тең 4. Бұл жерде x тау үшін 4-тен 4-ті аламыз, яғни 0. Орнына қойып шығарып көрсек те болады. 4-тен 0-ді алсақ, 4 шығады. Үшінші есебімізде 6 қосылған x тең 6. Бұл жерде x тау үшін 6-дан 6-ны азайтамыз, 0-ға тең. Теңдеуіміз дұрыс екендігіне көзіміз жеткізу үшін белгісіз санның мәнін, яғни 0-ды x-ның орнына қойып тексереміз. 6-ға 0-ды қоссақ, 6-ға тең. Демек, есебіміз дұрыс. Міне 6-ші есепте x-тің мәні 0-ға тең 3 теңдеуі шықты. Келесі 7-ші есепке барсақ, 78 пен 19-ның айырмасының мәні. 78 пен 19 санның айырмасының мәні 59-ға тең екен. Енді аға баратын болсақ, азайғыштан неше бірлікке кем? Азайғыштан. Азайғыш дегеніміз бұл жерде бізде 78. Яғни бізде мына 59 78-ден неше бірлікке кем дейді. 78-ден 59-ды ала саламыз, 19 бірлікке кем екен. Келесі есепте азайтқыштан неше бірлікке артық? Бұл жерде бізде азайтқышымыз 19 болып тұр. Яғни бізден сұрап тұр, 59 саны 19 саннан қанша бірлікке артық дейді. Яғни 59-дан 19-ды алсақ, бізде азайтқыштан 40 бірлікке артық екен. Ал енді бұл есепке баратын болсақ, осы сандардың қосындысының мәні неше бірлікке тең? Осы сандар деп тұрғанымыз алғашқы 78 пен 19 саны. Осы сандардың қосындысы бізде 97-ге тең екен. Осы 97-ден неше бірлікке кем? Яғни бірінші мән 59, 97-ден қанша бірлікке кем дейді. Яғни 97-ден 59-ды азайтамыз, 38 бірлікке кем.
Егерде балдар кандай да бир сурактарың болуп жатса, түшүнбөй жатсаңдар, комментарийга жазып кетсеңдер болот. Каналга тиркелип лайк басууну унутпаңыздар. Биз сабагыбызды ары карай жалгастырабыз. 8-чи теңдеге баратын болсак, теңдеулөрдү шеш дейт. Бул жерде күрделүүрөөк теңдеулөр болуптур. Ал эми чыгарып көрөйүк. B косулган жакшаң ичинде 35 азайтуу 16 тең 78. Бул жерде бизде белгисиз компонентimiz B болуптур. Биринчи жакшаң ичин әрине орундап алабыз. 35тен 16-ны алсак 19 чыгат. Эndi бизде бул жерде B-ны табабыз. B-ны табуу үчүн 78ден 19ду алабыз. B-нын мәни 59га тең. Теңдөө шешкендиктен міндетті түрдө текшеремиз. 59ду B-нын ордуна коябыз. 59 косулган 35 азайтуу 16 жакшаң ичинде тең 78 теңдөөбүз дурус. Экинчи эсепке баратын болсак, бул жерде де теңдиктин оң жагын биринчи мәнин табып алабыз. Оң жагынын мәни 34ке тең экен. Оң жагынын мәнин табып алгандан кийин биз энди А, яғни белгисиз санды табамыз. 34ке келип алдында коссак, бизде 90га тең болот. 90нан текшерүү үчүн 90ды A'нын ордуна коябыз да мәнин чыгарабыз. Теңдиктин оң жагы да, сол жагы да бири-бирине тең болду. Демек, теңдөөбүз дурус. Келесі кім жылдамға баратын болсақ, кім жылдам есебіне баратын болсақ, 9-чы есепте А 6 жыл бұрын Батыржан 7 жаста болған. 6 жыл бұрын Батыржан 7 жаста болса, қазіргі жасын тауып үшін біз 7-ге 6-ны қоса саламыз. 13 жас. Қазір Батыржан 13 жаста екен. Енді қазір 13 жаста болса, 15 жылдан кейін ол неше жаста болады деген тауып үшін біз 13-ке 15-ті қосамыз, 28. Яғни Батыржан 15 жылдан кейін 28 жаста болады екен. Келесі 9-чы есептің әсіне баратын болсақ, теңдеулерді шеш және сәйкестікті анықта. Бұл жерде штангшы 5-ке тең болып тұр, x-ның мәні. Футболшының x-ның мәні бізде 4-ке тең болып тұр. Боксшы 11-ге тең болып тұр. Гимнаст 9-ға тең болып тұр. Мәнерлеп сырғанаушы 12-ге тең болып тұр. Міне балалар бұлай бүйтіп қосып қойдым суретімен. Осылай теңдеулерін шығарасыңдар. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.